айрыл тамамыз келсе мерекелеп жүретін, аса құрметтейтін даты болып есептеледі. Бәріңізде жаңа айтылып кетті 9 майдың маңызын, мақсатын, жақсылығын, бізге осындай бейбітшілік өмір сыйлаған аталарымыздың майдан даласында елге келіп құрбан болғандарына рухына тағзым ету мақсатында жиналып тұрмыз. Нарада осы саябақтың ішінде тақталарда 405 адамның тізімі тұр. Яғни 405 адамның символикалық түрде осы жерге жерленген. Сол кісілердің атына саябақта да Құран оқып бағыштап, осында келіп кетсе артық болмайды деп есептейміз. Енді бұл жерде қараптасақ, ауыл тұрғындары, соның ішінде мекемелердің қызметкерлері көбіне жиналған екен. Енді жаңағы менің ойыма келіп тұрғаны, осында 405 адамның 200-і осы Ақжайық ауылының адамдары өмірден өтіп кеткен, осы жерде тізімде тұрғандар. Солардың тума-туыстары келіп, соларға тағзым етіп, гүлшоқтарын қойып кетсе, Құран оқытып деді оны. Болашақта енді мына 9 майдың жаңағы тәрбиелік мәні, аты, рәсім өткізу дәстүрлері бәрі де өзгеретін шығар. Жайлап ұмытыла беретін бағытта келе жатқан сияқтымыз, соны 3-4 жылдан бері байқаймыз. Енді мекемелердің алдындағы борышынан гөрі жаңағы тума-туыстары осы жерде аталатын тізімде бар. Солардың туысқандары, ұрпақтары келіп, болашақта осы саябақты ұмыттырмай, ол жақтардың далада қалған майдан даласында елге қайтыс болған ардагерлерді ұмытпайтын етіп, өмір бойы олардың артынан Құран бағыштайтын сол тума-туысқандары болу керек деп ойлаймын. Соны 2 жылдан бері айтып жүрміз, бірақ келіп жүрген ұрпақтарын жаңағы аталарымызды көріп тұрған жоқпыз. Сондықтан оларға ескерту ретінде айтып тұрғанымыз, келсеңіздер, өздеріңізге де жақсылық, аталарын қолдап, рухтары сіздерді жақсы жолға салып, мәдениетті қылып өсіріп, ақылды, білімді қылып өсіріп, ұрпақтарында жүруге бағыт ұстайды ғой деп есептеймін. Сондықтан мейрамдарың құтты болсын, дендерің сау болсын, келгендеріңізге рахмет, мейрам құтты болсын.